Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Персик арнасы. Бүгін біздер көлік сатып аламыз. Оны біз арнайы 3200 кубыққа және 1.600.000-ға сондайға алатын боламыз. Ар жақта. Кеттік, соған жол тартайық. Кішкене ауырттым. Жақта соған барамыз және көлік сатып аламыз. Ой, кетіп қалды басқа жаққа. Ой, дрифт жасама. Мына жерден аламыз. Міне ол көлік. 1.600.000 куб. Көрсетейін, менде 3200 куб тұр. 3209 куб. Мен осыны алайық. Қандай еді бұл? Қаншамен жүретінін көрейік. Негізі нормаль жүрісі нормаль негізі. 250 ема 300-ге барды. Нормаль емес, зор ғой. Теңікті екен. Міне жалғастырып жатырмыз. Жаңа гаражға кіргенде видео өшіп қалды. Өзіміз білмеймін неге екен. Гаражға кірсем болды, видео өшіп қала беріп жатыр. Міне мынандай көлік алдым. Жаңа көрдіңіздер. Сосын скоростарын көрсеңіздер болады. Өте қатты жүреді. Егер такси болса ойнайтын болсаңыздар, осыны алыңыздар. 1.490.000 керемет көлік. Өте қатты басады. 300-ге дейін барады керек десең. Қараңыздар, асты скоросты қараңыздар. Бірақ шөп жерде дрифт ете береді екен. Менде осы видеода өте көп проблемалар болып қалды. Содан кейін өшіп